Дорогие друзья, сегодня у нас по-русски будет. Деп қалжыңдаймын енді. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін бізде актуальный, уникальный қазақтардың ешік арбасына айналған бітіреміз. Біздің атқан пәттерде шыда енді кеп қалла. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады. Астаған сағаттар қалды, тыныш. Жалпы Volkswagen, Audi, Mercedes, BMW-ның сәл-сәл қастарына жетпей жүретін көліктің маркасы. Жалпы Volkswagen'де жаман көлік шығармаған. Бір шығарса жоқ, бәрі нормальный көліктердің. Біріншіден айтып кетейін, Passat, Jetta бар. Менің ең бірінші көлігім, сүйікті көлігім Jetta. Жалпы Volkswagen маркасында. Жалпы B3 бізде қазіргі моделіміз седан. Жалпы біздің қазақтардың жалпы біздің Таразда именно ең актуальный, ең халықта сұраныста бар көлік ол универсальный Passat. Әлбетте такси водителге, груз-муруз тасығанға бәріне қолайлы. Багажнигі кең, артқы орындықтары бәрі кең. Жалпы таксовкаға жақсы ғой бізде. Особенно. Жалпы бұл Passаттарды кімдер жасы 40-тан асқан көбінесе жасы 40-тан асқан кісілер айтады, особенно Passatты. Ал енді Passat, мен сіздерге айтарым, енді жаңадан көлік үйреніп, жаңа бір енді көлік айтағыңыз келетін болса, осы Passat седан алған дұрысырақ деп ойлаймын, чем 14-15-ке қарағанда. Себебі бұны айдап үйренуде оңай, бұзылса запчасты табу оңай, любой жерден табасың. 14-15-ке қарағанда арзанырақ. Тағы сосын 14-15-ке қарағанда бағасы да кішкентай төмендеу. Жақсы состояние. Енді біздің Қазақстанда жақсы жағдай, жақсылар енді аздау. Шыны керек. Бірақ айдайсың, көресің, бұзылады, ремонттайсың. Зато машина ремонттау өзің түсінесің де ол жағын ше. Біздің B3 93 жылғы 1.8 моно. Егер Passat алатын болсаңыздар, обязательно 1.8 моносын алған дұрыс. Сен қайтып оны сата аласың да, сұраныста көбі моно. Моно прыск дейді ғой, карбюратор, инжектор керек емес жалпы. Біздің Passat. Немісше қалай айтады Passat. Жалпы қарапайым Passat. Түрлерімізді көрсеңіздер, кәдімгі Mercedesтерде болады ғой, AMG, ана мынау сияқты бізде GL ғой. GL деген не дейді Volkswagen Passat GL емесе Volkswagen Passat KL. Жалпы бізде Passаттар B3, B4, B5, B6 болып бөлінеді. B6. Жалпы біздің Қазақстанда B6 өзі негізі өте ерекше кездесетін көлік ол. Көп кездеспейді B6. Бірақ ең капризный көліктер болып шыққан B6. B5, B4-терің жалпы жақсы. Оппана. Бір нәрсе айтайын ба? B3-де люк бар. Әлбетте істемейтін жаманда. Зато вид беріп тұрда, 14-те жоқ қой. Іштерін күйсін. Бір плюс уже. Люк бар. Жалпы былай салонын көрейік. 14-терде мынандай кең орын бар ма? 14-терде жоқ. Кең орын. Алды қызық емес пе? Мысалы, ладаларға кіресің ғой. Мен бойым 1.80 емес. Ладаларға кіресің ғой. Расстояние көрдің бе? Расстояние қарыш. Кішкенде қараңғылау болып кетті енді. Фар жанына, неш жағына ма? Фонарь жоқ ойнайым. Мен қолым, аяғымның расстояние көп. Жалпы қараңғы болып кетті енді сәлі көрінбейді. Бізде расстояние осыншама көп. Кең отырасың, басын кимейді дұрыс. Салон, жалпы салоны кең. Оператор мырза. Шатасып кете берем, экшн камера болғасын. Ұстағын кеп кете береді. Қисық ұстақ тұзың бар. Тұзың бар?
бізде 14-те ше андай багажник жоқ қой. Артына 2 сойылған 3 қойды салып кете бересің ғой. Сойылған 3 қойды салып кетесің, 14-ке сала алмайсың. Сол себепті айтып отырмын, жұмысқа жақсы көлік. Жалпы жұмыс істейтін адамдарға мықты көлік. Бізде диск. Білме? Қаншалық? 14 қой. Кузовы былай әдемі покраскасы. Бізде диск 14-тік. Кузовты көріп тұрғандарыңыздай, кузовы негізі сырт көзге қарасаң бір нормальный да. Қазір әдемі боялған, жағдайы өте жақсы. Жағдайы өте жақсы болғандықтан бізде бұл көлікті сатуда оңай, алатын адамға да ұялмай сатасың да. Сол себепті біз бұны таңдадық, енді көп ұзақ таңдадық. Досым айтып жүр, досым үйренді, осы арқасында әйтеуір кішкентай машина айдап үйренді ғой. Сол себепті бұның енді досыма бөлек қой әңгімесі. Ұзақ іздеген көлік қой енді. Жалпы состояниесін көрдіңіздер, жақсы. Бізде өлмейтін мотор 1.8 Audi Passat'тың ең актуальный, ең мықты ходовой моторының бірі. Енді қандай не екенін білмеймін, қандай мотор екен шыны керек ше. Особенно Audi Passat'тарда, Audi B3, Audi 80-дерде және Audi 100-ларының көбісінде 2 объем тұр. Audi 100-ларының көбісінде 2 объем тұр. Және B3, B4 Audi-ларда бар. 80-ші. Сосын Passat'тардың Passat'та B3-де бар, B4-де бар. Ары қарай уже басқа моторлар кетеді. Жалпы ол привозной моторға алып сала бересің, бағасы да арзан. Моторың кетіп қалса да қиналмайсың. Бізде ең мықты актуальный бізде ол монопресс қой. Бағана айтқандай. Көрінбей ме? Көрінбей ме? Кеш батып кеттім. Монопресс. Бір жағынан ремонттайын десең де, жан-жағын бәрі ашық, қол жетімді ғой. Қол жетімді бәріне. Басқа айтатын дымы жоқ қой. Жалпы мотор жағы бітті. Бізде салон айтқандай люк бар. Налар удобный. Ана 14-тікінде нандай емес. Кішкенде нормальный әдемі істелген, кішкенде более-менее ол. Арт жағы кең. Кеңді атауы кеңдігі соншама. Мен 2 адам сияқты ғой. Мен дәу адам да сияқты, даже мен 2 шағат адам да сияқты. Геликте ондай орын жоқ қойғандар. Бізде бардачок пустой. Қарапайым ғой, енді Қазекеңнің машинасы ғой. Мынандай несі бар, пепельница. Енді жалпы осындай көлік айдағанға ыңғайлы. B3 Passat'тар. Мына бізде істемейді. Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte. Артан Passat'тарды, Audilарды өткені менің бірінші айдаған көліктердің бірі болып келеді. Қиыншылықтары жоқ емес, бар, бірақ оны тез түсінесің және жалпы запчастарында табуға оңай болады. Сол себепті жаңадан айдап жүрген, жаңадан көлік алғысы келетіндер B3-ді алуға рекомендую дейді ғой. Таразда шрот көп қой. Любой шротқа барасың, любой Passat'тың затын тауып аласың. Сол себепті енді Passat алған дұрыс деп ойлаймын мен жалпы бірінші көлікке. Ал енді таксовкаға келетін болсақ, таксовкаға әлбетте экономичный, жеңіл болғандықтан қалада жылдам жүруге де жақсы көлік. Развитие керек қой, актуальность керек. Жалпы көріп болғаннан кейін видеоларды таратсаңыздар басқаларға, достарыңызға, ағайын туысқандарыңызға, кішкенде бізге подписка жинау керек болып отыр.
алда әлі талай қызықтар ойда талай пландар бар, сценарий не көп ше, кішкенте подписчик жетпей жатыр. Және сіздердің қолдауларыңыз керек. Сіздердің қолдауларыңызға біз әлбетте мұқтажбыз. Мотивация дейді, мотивация керек түсіруге. Сосын кішкенте подписчик жинау керек болып жатыр. Ары қарай біз дамуымыз керек. Сол себепті таратуларыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен Дәурен Амангелдиев. Біз әлі көрісеміз. Давайте.